16 жыл отауын, ыстық ұясын тастап кетуге кім себепті, не үшін, не екені белгісіз. Бірақ дәл қазіргі Инстаграм желісінде, өз желісінде Дариға Батуханның күйеуі өздерінің ажырасқандарын мойындады. Яғни 2024-тен бастап бұл шаңырақ шайқалған екен. 2024-те қандай өзгерістер болды? 2024-те Олжаспен бірге киноға түсу басталды. Содан кейін біз Дариғаны танимыз. Қаншама кинолары бар, қаншама телехикаялар бар. Бәрінен де Келінжан телехикасында танымал еткен. Енді қазіргі жағдайы тіпті бай десек те болады. Өзінің ең қымбат ақшаға жасап жатқан клипі де алдында жарық көретін болады. Осы клипі ең өте қомақты қаржы жұмсағанын айтып жар салуда. Дариға Батуханның кинолары барлығы өте тамаша, өте активный, қаншама кинолары сәтті шыққан. Бірақ енді жеке өмірінде ол өзі жауап береді. Маған актриса ретінде қатты ұнайтын Қазақстандағы белгілі актрисалардың бірі десем болады. Сіздерге қалай ойлайсыздар? Сізге Дариға Батухан ұнай ма? Енді ақшасы бар арасында кішкене көкөттеніп кетеді, бірақ ол барлығы өзіне жарасатын сияқты. Меніңше, әр адамның өзінің орны бар, ерекшелігі бар. Бірақ 16 жыл отауын тастап кеткен мен үшін өте ауыр сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарияға жаза кетіңіздер. Сізде қолыңызда ақша болса, байлық болса, өз отбасыңызды тастап кетер ме едіңіздер?